беріңдер. Енді сіздерден де бір адамды анықтаймыз жаңағындай. Енді сіздер 2-де 3-те тұрып қажет емес. Маған енді ұйықтайтын келіндер керек. Бұлар бөлек шыққан келіндер өздері білетін нешеде тұрғысы келсе де. Сондықтан да сіздерден басқаша сұрақ. Неше жыл болып келін болғаныңызға? 22. Қай ауыл? Қалша Жемени. Қалша Жемени ауылына қол соғып қошып едік 22 жыл. Енді өзіңізге ерік беріп, мен бүгін бір ұйықтайыншы деген кезде нешеге дейін кеш тұрған уақытыңыз? 6 жарымда тұрам. Пунктуаль, любой, шаршасаң да 6 жарымда көз. Молодец, 6 жарымда. Қол соғайық, 6 жарымда тұратын келінге Қалша Жемени ауылы. Молодец. Рахмет, қай ауылға келінсің? Құнанорыс ауылына. Неше жыл ол? 5 жыл. Ең өзің бір тойдан шаршап келдім, Ақтаудан заказдан келдім, 3-те ұйықтадың үйге. Жолдан келіп. Таңертең нешеде тұрасың? Ең кеш тұрған уақытың? Ұйықтай беріп мен. Тұрмайсың ба не? Нешеде тұрасың енді? Когда как? Когда как? Айт енді бір уақыт. 2, ал. 2, түнгі 2 ма? Түскі 2 ма? Қосыға, түскі 2-де тұратын келін, міне, жаңа келін 2-де тұрады, бұл да 2-де тұрады. Сен отыра бер, 6 жарым. Маған ұйықтайтын келін керек, айттың ма? Неше жыл болды апа? 30 жыл. Қай ауыл? Құнанорыс ауылы. Құнанорыс ауылы бұл да. Қосыға, нешеде тұрасыз, ең кеш тұрған уақытыңыз? Жұмысқа барам, 7-де тұрам. 7-де тұрасың ба? Отыра бер. Молодец. Келінің озды сенен. Ал, қай ауыл? Осы ауыл Сүгірәлі. Неше жыл ол? 27 жыл ол. 27 жыл. Сүгірәлі ауыл қайдасыздар? Қол соғайық. Молодец, сразу поклон. Енді нешеде ең кеш тұрған уақыттың? Қайнағаларға қарама айта бер. Мен түнгі жұмыстан келем, қатты шаршап келсем, 4-ге дейін ұйықтаймын. Молодец, 4-ге дейін. Таңертең емес қой. После обед қой да? Түнгі 4-те? Шаршап келгенде енді ұйықтаймын енді. Ұйықтаймын. Отыра берсін. 4-те тұратын келін бар екен бізде. Келгім. Сен отырып тұрсың қазір. Қай ауыл? Сүгірәлі. Неше жыл ол? 13 жыл. Молодец, 13 жыл қол соғайық. Ең өзіңізге ерік берген уақытта нешеде тұрасыз? Кеш тұрған уақытыңыз? 9-10. Таңертеңгі кешкі ма или? Таңертеңгі 9-10. Молодец, қол соғайық, отыра бер. Жеңімпазымыз 4-те тұрады. Молодец, сыйлы қала ғой. Ұйықтағанның арқасы.